Даниямет емханасы халыққа 2022 жылдың сентябрь айынан бері, қыркүйек айынан бері қызмет көрсетіп келе жатыр. Біздерге тіркелген халық саны 4098, оның 23%-ы 17 жасқа дейінгі балалар болса, қалған 77%-ы ересек адамдар. Ересек адамдардың ішінде 57% біз әйел тұрғындарға қызмет көрсетеміз. Біздің емхана бұл жанұялық принципке негізделген қызмет көрсетеді. Бізге тіркелген халық қазір еркін тіркелу болғандықтан қаланың белгілі бір аймағына қамтимыз деп айта алмаймыз. Яғни қаланың кез келген аймағынан бізге кеп халық тіркеле алады. Бізде жаңағы мамандардың барлығы қамтылған. Негізгі мамандар бұл жалпы дәрігер, тәжірибелі дәрігер, акушер-гинеколог, кардиолог, невропатолог, оториноларинголог, хирург және басқа да жаңағы узкий специалистерді біздің тілде айтқанда солармен қамтылған. Бұл жердегі бұл жаңағы біздің 12 маманымыз бар, орта медициналық қызметкерлерді қоспағанда. Бізде басқа жаңағы тағы да бір ерекшелігіміз, бізде педиатриялық аймақ бар. Яғни 6 жасқа дейінгі балаларды бізде педиатр маман қызмет көрсетеді. Сонымен қатар біздің емханада өзіміздің лабораториялық зерттеу әдістерін жүргізетін лабораториямызбен жабдықталған, функционалды диагностика және радиологиялық диагностика медициналық қызметтері көрсетіледі. Енді медициналық қызметтің қай көлемді көрсетілетініне келетін болсақ, міндетті әлеуметтік сақтандыру, медициналық сақтандыру бар халықтың бары тегін кепілдендірілген медициналық көмекті бізден алады. Ал сақтандырылмаған азаматтарды сақтандыру бойынша біз қазіргі таңда жұмыс жасап келе жатырмыз. Күнделікті біздің мамандар орта есеппен алғанда жалпы тәжірибелік дәрігер бұл 20-25 науқасқа дейін қабылдайтын болса, узкий специалистерімізде сол 15-20-ның арасында жалпы көлемі 80-100 науқасқа, яғни немесе пациентке бізде медициналық көмек көрсетіледі бір күнде. Яғни бұл мысалға жалпы дәрігерге келген науқастар ол қай узкий мамандық қажет етеді, соған қалай кіргіземіз. Сондықтан осындай 80-100, кейде 60-80 жобасындағы неге пациенттерге көмек көрсетіледі. Инновацияға жағынан келетін болсақ, бізде жаңағы көп медициналық мекемелерде осы радиологиялық диагностикалық нелер басқа мекемелермен келісімшарт негізінде жүргізеді, ал бізде ол өзімізде бар. Екінші бір мәселеміз, қазіргі таңда біздің емхананың сайты жасалынып жатыр. Болашақта біздің науқастарымыз сол сайт арқылы өзіне керек маманға тіркеліп алдын ала, яғни біздің емханаға келе алады көмек үшін. Қазіргі таңда бізде жаңағы тіркеу бөліміндегі қызымыз бар. Сол қызға хабарласып, қай маманға қалай тіркелу керек екенін біледі, біріншіден. Екіншіден бізде қазір әлеуметтік желілерде, Инстаграмда және Фейсбукта парақшамыз бар. Ол жерде осы жердегі мамандардың жұмыс графигі қойылған. Сол график арқылы олар тіркеліп келе береді. Пен тіркелуге болады, және де бізде тугиста да бар біздің еміз. Ол жерден жаңағыдай жазып тіркелуге болады. Одан кейін біздің уже жұмыс жасап жатқанымызға 1 жылдан асты. Біздің пациенттер дәрігерлердің өзіне тікелей хабарласып, жаңағы орта медициналық қызметкерлерге хабарласып келе береді. Ал біздің емханаға келіп тіркелу үшін жаңағы біздің әлеуметтік желілерде орналастырған жарнамалардың негізінде үйінде отырып та тіркелуге болады. Тек қана номермен телефон, ЕГОВқа тіркелген телефон номерін айтса, ол тіркеле алады. Бізде күндізгі стационар бар. Күндізгі стационарда айлық біздің жаңа бір айда жатып емделетін пациенттердің саны 25-30. Болашақта одан да көбейтеміз деп жатырмыз, потому что емханадағы тіркелген халықтың санына қарай бізде жүргізіледі. Одан кейін дневной стационарда белгілі бір диагноздармен ғана біз ем ала алады. Ал жаңағы тәуліктік стационарда қажет ететін науқастарға біз басқа мекемелерге порталы жүйесі бойынша салып береміз. Сауаттылық деңгейі дейсіз ғой. Қазіргі былай ғой айтқанда жаңағы ұзақ созылмалы ауруы бар адамдар, жаңағы инвалидтік мүгедектік бойынша топта тұратындар, олардың медициналық сауаттылығы жоғары. Олар өздерінің ауруларын уже былайша айтқанда барынша жан-жақты зерттеп біліп алған, қай уақытта ем қажет етеді, қай уақытта қай маманды қажет ететінін олар жақсы біледі. Ал жаңағы енді келгендер, оларда енді кішкене медициналық сауаттылық төмендеу. Сосын кейін бізде мен өзімде акушер-гинеколог болсын, әйелдермен жұмыс жасаймыз. Осы әйелдермен жұмыс жасау бізде кішкене қиындық тудырып жатады. Жүктілігі 4-5 болса да, әлде де бізде жүктілік алды дайындықтан өтпей келетін әйелдер болады.
созылмалы аурулары, жүктілікке қарсы аурулары бар әйелдер жаңағы ауруларын емдеп барып жүкті жоспарлау керек қой. Сол осы жүктілікті жоспарлау жағынан бізде әйелдер жақта кішкене қиындықтар бар. Ер азаматтар жақта ондай қиындықтар жоқ, потому что ер азаматтарда фертильді возраст деген нәрсе жоқ та, сондықтан бізде жұмыс жасау осы әйел адамдармен кішкене қиын. Жаңағыдай жүктілікті болғаннан кейін 12 аптаға дейін ерте тіркелу керек деген мәселелер соларды кішкене кешеуілдеп жатады. Одан кейін жүктілік арасындағы интервал деген болды, 2 жылдан артық осы сақталмай жатады. Жаңағыдай созылмалы ауруларын емдемей алдын ала жүктілікті жасалмай келіп жатады. Солармен жұмыс жасау өте қиын. Олар біз үшін жүктіліктің соңына дейін жеткізіп дені сау бала дүниеге келтіру үшін көп жұмыс жасау керек. Сауаттандыру үшін біз өзіміз қазір бізге тіркелген халықтың ішінде мына колледж және жоғары оқу орындарының студенттері бар. Біз оларға барып оқу-ағарту жұмыстарын жүргіземіз. Қазір грипптің өршіп тұрған кезі деген сияқты, мысалы 21-ші колледжге бар, осы грипп бойынша және контрацепция жүктіліктен сақтану әдістері бойынша, жыныстық қатынас арқылы берілетін аурулардан сақтану әдістері бойынша ағарту жұмыстарын, лекциялар, семинарлар өткізіп тұрамыз. Будущем бізде қазір ЖФ-мен жұмыс істеген бар, яғни жүктілікке дейінгі жүкті болу жаңағы несі бар әйелдермен жұмыс жасау барысында қазір оқ-дәрігерлермен тікелей жұмыс жасап жатырмыз. Олардың бәрін шақырып, жүктілікті жоспарлайтын әйелдер болса жүктілік алды дайындықтан өткізу, жүктілікті жоспарламайтын әйелдер үшін жүктілікті қорғайтын әдістер тағайындау деген сияқты осы жұмыстар бойынша тікелей жұмыс жасап жатырмыз. Құдай қаласа қаңтар айынан бастап бізге тіркелген жаңадан тағы тіркелу мүмкін халық, солармен осы ЖФ-мен жұмысты күшейту біздің мақсатымыз. Және де басқа да нелерге, мекемелерде де осындай, то есть бұндай сауаттандыру жұмыстарын ол оқу ордасынан бастау керек. Яғни әйел адамдар болсын, еркек адамдар болсын, жанұялық өмірге кірмей тұрып бастау керек деп ойлаймын. Сосын әрбір адам қазір интернет дамыған заман, әлеуметтік желілерде ол туралы мәліметтер бар, өзін сауаттандыру керек. Қазіргі таңда бізде осы 15-ші қарашаға дейін еркін тіркелу болып жатыр. Сіздерді біздің емханаға тіркелуге шақырамын біріншіден. Екіншіден, қазір күз қыс айлары бұл вирусты инфекциялардың, яғни жоғарғы жолдан вирусты инфекциялардың қозатын уақыты. Солардан сақтанып жүріңіздер, көпшілік ортада маска тағып жүріңіздер. Және де қазір ОРВИ-дің алдын алу мақсатында вакцинация жүріп жатыр. Сол вакцинацияны алуға тырысыңыз. Енді бұл жерлерде жеке емханалардың негізгі мақсаттарын түсіндіру керек. Бұл бірінші халыққа қолжетімді қызмет, қоғам және азаматтардың денсаулығын бақылау және осы салада қызметтердің жұмысын координация жасау, яғни біріктіру деген сөзді. Халыққа ең қажетті 4 маман, терапевт, педиатр, травматолог және акушер-гинеколог тұрғылықты халыққа сол ауданға жақын жерде қызмет алу мүмкіндігін береді. Осы басты мақсаты. Және осы емханалардың консультативті диагностикалық қызметтер көрсету міндетті емес, бірақ біз өзіміздің қарқынды даму мақсатында емханамызда лабораториялық диагностика, функционалдық диагностика және радиологиялық диагностика, МРТ, КТ диагностикаларын пациенттерге ұсынамыз, науқастарға. Ал енді инновациялардан айтып кететін болсақ, қазір емханамыздың жеке сайты дайындалу үстінде. Ол науқас үйінде отырып қажетті маманына өз бетінше тіркеліп, және науқастармен жүйелі түрде кері байланыс мақсатында жасалынуда. Ол жерде барлық мамандар және әр категорияға бөлінеді, яғни таргетный дейміз ғой, целенаправленно. Мысалға, әйелдерге акушер-гинекология тұрғысынан, педиатрияға қандай мамандар бар, жаңағы мысалға да қандай услугалар көрсете аламыз, ақылы түрде бір қосалқы дополнительно бір услугалар қызметтер алғысы келсе, оның бәрі прайстары, яғни бір ғана сайттың ішінде біздің мына емханамыздың барлық структурасы, дәрігерлері және алатын қызмет түрлерінің бәрі ауқымды, былай разворот дейміз ғой, разворот түрінде бәрі болады. Және науқас хабарласқан уақыттан бастап, бірінші звонок дейміз ғой, қоңыраудан бастап, бұл кісінің бізге хабарласып, және оның жаңағы бізге обращение жасаған сұрағынан бастап біз ары қарай уже жұмыс істейміз, кері байланысты да. Яғни ол бір қоңырау қалып кетпейді, ұмытылып бір маманның жаңағы человеческий фактор болады ғой, ұмытып қалып кетпейді да. Ол сайтта ол пациент қоңырау шалғаннан болды, біз оған кері байланысқа шыға береміз, және ол кісінің жаңағы
бізбен жұмыс барысында қызметін қалай алғанын біз біліп отыра аламыз. Ол сондай мақсатта жасалынады. Енді бізде амортизационный сроктар болады, өзі 5 жыл аралығында әрбір алынған оборудованиялардың сапасы да енді уақыты өте келеді ғой. Бірақ бізде ашылғанымызға 1 жыл ғана, біз алған кезде жаңа оборудованиялар алған болатынбыз, және ол қазір толықтырылуда, постоянно ай сайын біз кеше ғана 2 оборудование алдық, тағы алдық, сондай сияқты. Енді қазір лабораториялық диагностиканы күшейтеміз да. Кеше ғана осы күні кеше осы лордың кабинетіне сухожаровой шкаф және стерилизационный шкафтар алынған болатын да. Олар жайлап келіп жатыр, және келесі мақсатта бізде лабораториялық именно диагностиканы күшейту мақсатында осы жоспарға қойылып жатыр. Яғни ол халыққа қызмет көрсету мақсатын біз кеңейте беруіміз керек. Әрине бұл жерде емхана міндетті емес, негізі консультативный диагностикалық қызметтер көрсетуге, бірақ ол өзіміздің үшін, дамуымыз үшін ең алға, және консультативный диагностикалық жаңағы параметрларды көбейту үшін, және ол біздің жаңағы былайша айтқанда ақшамыз ғой, енді оны да көбейту мақсатында бұл қызметтердің бәрін біз енгізуге көп күш саламыз. Енді мен өзімнен бастайын. Мен өзі Алматы қаласынан келгем. Осы 2 жыл бұрын, 15 жылдан астам Алматы қаласында мини кардиология ғылыми зерттеу орталығы бар. Кардиология және ішкі аурулар сол жерде қызмет істегем. Кардиохирургиясында саласында жұмыс істеген болатынмын. Және осы 2 жыл бұрын осы Түркістан қаласына кардиологиялық полностью диагностиканы алып келемін деген мақсатында келген болатын, және ары қарай біз дамып кеттік та емхана ашып кеттік. Мен өзім Алматыдан келген, және мынау жаңа қала аймағы болғандықтан бұл жерде көп келген қазіргі мамандар, шет жақтан келген специалисттер, жаңа Айжан Төлегенованың көріністері, өзі детский взрослый невропатолог, мигренолог специалисті. Ол кісі де мысалға Қарағанды қаласынан келген, және Қостанайда терапияның заведующий болған, өте сондай 15 жылдан астам стажы бар дәрігер, және Айгерім Алғапар деген кісі. Ол кісі де Шымкент қаласында педиатрияда жұмыс істеген кісі, және ондай мамандарымыз бар. Арасында жаңағы өзіміздің әріптестерімізде де ашық есік күндер аясында біз шақырып отырамыз, келеді бізге. Кардиохирургтар келеді, аритмологтар өте жиі келеді, және интервенционды кардиологияда істейтін мамандар бізге жиі келеді. Ашық есік күндер өткіземіз, және сондай бір өзінің қиыншылықтары бар пациенттер болса, сол кісілерді шақырып, сонда ашық күндері. Жақында ғана бізде 29 сентябрьде халықаралық жүрек күні өткен болатын. Осында халықты шақырып, оның ішінде бірнеше адамдарды операцияға жібердік, жаңағы жүрекке байланысты. Көбісінде жаңағы жүрек ауруларының факторлары анықталған болатын. Сол кісілер бізге тіркеліп, учетқа тұрғызылған пациенттер бар. Бұндай шаралар жалпы көмектеседі халыққа. Өйткені бұлай күнделікті күнде шақырсаңыз, соң келу қиын, ал ашық есік күндері бірнеше специалистерді сіз халыққа ұсынсаңыз, ол кісілер келеді. Біз бар жаққа жарнама берілеміз, барлық площадкаларға, жаңа социальный сети дейміз. Instagram, Facebook, таргет жібереміз, сонда осында тұратын халық өзімізге жақын арасында бұл. Не обязательно, бір міндетті емес, жан-жақтан да келіп жатады, сондай қызмет алуға. Және сол жерде ең бірінші ол науқастың бір жаңағы болашақта оның денсаулығына бір қауіп келтіретін нелерді табуда бізде. Бізде енді емхана болғаннан кейін халықпен жұмыс істеу оңай емес. Өзінің көптеген стандарттар бар, протоколдары бар. Бұл кісілерге ең бірінші талап, ол кемінде бір 3 жылдан бастап жаңағы опыты болу керек, тәжірибесі болу керек. Сондай ғана жағдайда, және өзінің жаңағы сұрап отқан мамандығына қарай барлық нелері, документтер сай болу керек. Сертификаттары сай болу керек. Сол жағдайда ғана айтып отырмын ғой, ол бірнеше этаптан өтеді.
жұмысқа тұрудан бұрын барлық документтер түгел білу керек, жаңағы тәжірибесі сай болу керек, және ең бастысы сол тәжірибеге қараймыз. Ой, өзгеріс көп. Осыдан 3 жыл бұрын, даже былай айтайын, Түркістан қаласында, мысалы қазір бізде высокотехнологический операция деп айтамыз, ВТМУ, аорта коронарное шунтирование, яғни жүректің тамырларын жабу, ол тек қана бізде Астана, Алматы, Шымкент қалаларында ғана болатын да, то есть үлкен жаңағы ғылыми орталықтарда. Міне өзі қазір Түркістанда да ашылып жатыр, жаңағы стентирование дейміз, коронарография дейміз де, осы операциялары уже біздің Түркістан қаласының деңгейінде, облысының деңгейінде бұрын болмаған. Сосын кейін жаңағы кардиологиялық чекаптар көбеюде, ультрадыбыстық зерттеу, эхокардиография, суточный монитор, енді көптеген специалисттер келіп жатыр, мамандар Алматыдан, Астанадан, Ақтаудан қазір Түркістанда көбейдік десек те болады. Құдай қаласа, осы қызметтердің бәрі Түркістан облысының халқына қолжетімді болып жатыр. Оны кардиологтарда, жергілікті кардиологтарда айтады. Бұрында мысалға бір науқас Алматы немесе Сызғанов институтына айлап жаңағы өзінің очередін күтетін болса, қазір ондай жоқ. Керек па пациентке шұғыл түрде ол сол өзінің направлениесін алып, сол жерде өзіне керек жаңағы қызметтерін бәрін ала алады. Енді деңгейі, енді мысалға Алматы, Астанамен салыстыратын болсам, кішкене төмендеу. Ол мына халықтың әлеуметтік жағдайына да байланысты шығар деп ойлаймын. Мысалға ауылда, шет жақта, региондарда тұратын, кішкене ауыл аймақтарда тұратын науқастар кішкене емханаға келуі қиындау. Ол жағынан сондай қиыншылық бар да. Бірақ дегенмен де біз ол халықпен жұмыс істеуіміз керек. Ол үшін бізге қазір бір қолжетімді, бір қалай десе болады, халықпен дәрігерлердің арасында бұл жерде өте маңызды социальная сети. Қазір мен байқап жатырмын, даже ауылдардан да келеді, Инстаграмнан көрдік деп. Жаңа айтып жатырмын ғой, сайтты да көретіндер де бар ауылдардың арасында да. Яғни осындай жұмыстар өте көп жүргізілу керек та.